Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге фикус туралы айтатын боламын. Менде міне фикус гүлі жапырағын төмен түсіріп, кішкене ауырып тұр. Енді бұны қайтадан қалпына келтіреміз. Міне енді бұл 3 күннен кейін жапырағын көтере бастады. Ал мынау видеода 1 аптадан кейінгі результат. Енді бұл результатқа қалай жеткенімді видеоның толық көріп, соңына дейін көріп шығыңыздар. Сол жерде көрсететін боламын. Егер менің каналым қызықты болса, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Лайк, подписка күтемін. Рахмет. Ең алдымен мен не істедім? Мен осындай фикус гүлдеріне, именно фикус гүліне сәйкес келетін топырақ сатып алдым. Және жәндіктерді өлтіретін осындай флаконда сатылады. Дренажын алдым да пересадка жасаймын деп шештім. Өйткені мен сатып алғаннан кейін маған негізі магазиндегілер айтқан 1 ай бойы, даже көктемге дейін жақсы тұрады, ешқандай пересадка жасамаңыз, қыстыгүні гүлге стресс болады деп. Бірақ оған дейін менің гүлім шыдамады, жапырағын төмен түсіре бастады. Сондықтан мен пересадка жасаймын деп шештім. Ең алдымен дренажды саламыз горшокқа, және осындай именно фикус гүлдеріне, жаңағы фотода көргеніңіздей гүлдерге сәйкес келетін топырақты сатып алу керек міндетті түрде. Өйткені бұл гүлдер топырақты таңдайды. Универсальный топырақ келмейді бұған. Именно өзіне керектегі осындай топырақты алатын боламыз. Бұны мен Садогород деген магазиннен алдым. Енді не істейміз? Мына гүлді аламыз. Одан кейін артық топырақтарын тамырынан тазалап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай оңай тазаланады. Осылай алып тастайтын боламыз. Міне тамырлары көрінді. Тамырлары сап-сау, бірақ өзімен өзі жапырақтарын тастай бастады. Және бір жапырағы түсіп қалған, негізі оны көрсеткен жоқ видеода. Жапырақтарын түсірді. Енді осылай, енді қарап тұрсаңыз, тамырлары сап-сау, әппақ көріп тұрсыздар. Енді осылай топырақтарын алып тастаймыз да, жақсылап тазалап аламыз. Артық топырақтарын мені алып тастадым. Мен кішкене топырағы қалды. Енді бұны горшокқа отырғызатын боламын. Жаңа дренаж салдым, одан кейін құмын. Енді осы гүлді отырғызатын боламыз. Және үстінен өзіміздің жаңағы құмды толтыратын боламын. Міндетті түрде горшок өзі тұрған, жаңа гүл тұрған горшоктан кішкене ғана үлкен болу керек. Қатты үлкен горшокқа гүлді отырғызуға болмайды. Өйткені оның тамыры жайылып өсе береді, гүл мүлдем өспей қояды. Сол үшін кішкентай горшок болғаны дұрыс. Осылай міне отырғыз қойдым. Және бұны мен не істеймін? Жылы душқа түсіретін боламын. Жаңа мен негізінде гүл магазиніне барған кезде маған айтты, бұл гүлге негізі кішкене су жетпейтін шығар, сондықтан да жақсылап душқа түсірбаңыз деп. Және бұл гүлде жапырағын төмен түсірген себебі, бұнда жәндіктер пайда болған. Сол үшін міндетті түрде душқа түсіріп аламыз гүлді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық жапырақтарын осылай шайып шығамыз. Астын, үстін, барлық жерлерін. Өйткені көзге көрінбейтін ұсақ жәндіктер болады. Осылай гүлдердің жапырақтары төмен түсіп, өспей қояды, ауырып қалады. Сол үшін осылай гүлді жақсылап мені душқа түсіріп алдым. Енді не істейміз? Бұл душқа түскен гүлге, міне мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, менде су жетпегеннен ба, білмеймін енді.
осылай қара дақтары пайда болды. Енді артық суды осылай поддоннан алып тастаймыз. Және артық су шығу үшін міне осылай горшокты қисайтып қойып қоямыз. Содан артық сулары өзі шығады. Енді не істеймін? Осындай фитоверм дегенді сатып алдым. Бұл 2 литр суға езетін боламыз. Міне осындай неде болады. Осы қайшымен қиып 2 литр суға езіп, жақсылап араластырып аламын. Бұл көзге көрінбейтін ұсақ жәндіктерді өлтіреді. Және гүлдің жақсы өсуіне өзінің септігін тигізеді. Міне жақсылап осылай араластырып алдым. Міндетті түрде 2 литр суға құямыз. Енді душқа түскен гүлімді осылай орамалмен жақсылап үстінде астында сүртіп шығатын боламын. Бұл жаңағы біз дайындаған растворды себу үшін міндетті түрде гүлдің беті құрғақ болу керек, артық влага болмау керек. Сол үшін осылай сүртіп дайындап алатын боламын. Менен сіздерден тағы бір кеңес болсын. Негізінде гүлдерді аптасына именно осы гүлді, бұл суды қатты бір қажет етпейді. Аптасына қыстыгүні 2 рет суарсаңыздар жетеді, су құйып. Ал жазды күні енді үйдің температурасына қарай ыстық болса аптасына 1 рет суару керек. Және кішкене осылай қатты ыстық болған кезде душқа түсіріп тұру керек. Сонда гүлдеріңіз жақсы сезініп, өзінің жапырақтарын шығарып, жақсы өсетін болады. Осылай гүлді толығымен сүртіп алып шықтым. Енді мен осындай распылительға құйып алдым. Әдейі маған осындай оңай сепкенге, гүлдерге. Енді осымен жаңағы растворды гүлге сеуіп шығатын боламын. Артық дәндер, жаңағы дән деппін ғой, жәндіктерді өлтіру үшін және гүлге жақсы қорғаныш бұл. Осылай барлық гүлдің астыңғы жағын, жапырағын бәріне сеуіп шығу керек. Көзге көрінбейтін ұсақ жәндіктерді өлтіру үшін. Егер бұндай раствор болмаса, кәдімгі үйдегі перекис водородный 3% алып, жарты литр суға құйып, дәл осылай сеуіп шықсаңыздар болады. Міне толығымен гүлге сеуіп шықтым. Енді көріп тұрғандағындай алдыңғы видеода көргеніңіздей результаты өте керемет, жылдам болады. Егер сіздердің гүлдеріңіз осылай жапырақтарын төмен қаратып тұрса, онда міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Міне результаты 1 аптадан кейінгі. Енді бұл гүлде шыбын шіркей, көзге көрінбейтін жәндік басып алғандықтан менің гүлім жапырағын төмен салбыратып ауырған екен. Және пересадка жасадым. Өзін жақсы сезініп тұр. Енді мынау алдыңғы жаңағы гүл суарғаннан, гүлді көп суарып қойғаннан ба білмем, қап-қара дақ шықты. Енді бұны да алдын алып емдейтін боламын.